Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Бүгін хачапури по-аджарски дайындаймыз. Яғни аджар халқының хачапурин дайындаймыз. Каналыма тіркеліп, пікіріңізбен бөлісе отырыңыздар. Қамыры өте жұмсақ, ірімшігі ауызда ериді. Ерекше дәмді тіс басар. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен 100 грамм сүт пен 150 грамм суды араластырып жылытып аламыз да, оған 2 шай қасық ашытқы мен 2 шай қасық қантты қосып араластырамыз, яғни апара дайындаймыз. Бетін жауып, шамамен 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Міне осылай көтерілу керек апарамыз. Үстіне 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз, 30 грамм сұйық май, 500 грамм електен өткізілген ұн қосып, жұмсақ нан илейміз. Бірінші осылай қасықтың көмегімен илеп аламын нанды, сосын қолмен илеймін. Қамырымыз жұмсақ болу үшін кішкене осылай қолға жабыспақ болу керек. Бетін жауып өшіп тұрған пешке қасына 1 стакан қайнаған су қоямын. Солай қамырын ашытып аламын. Қамырымыз өте жақсы көтерілді, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді осы нанды теңдей етіп 3-ке бөлемін. Сосын тындырып қоямын. Брынзаны алып, қолыммен осылай уатамын. Слугуни ірімшігін ірі теркадан өткізіп, үстінен кілегей, яғни 200 грамм сливкиді, майлылығы маңызды емес, араластырамын. Салмасында теңдей етіп 3 бөлікке бөлемін. Қамырды қолмен осылай жайып аламын бірінші, сосын оқтаудың көмегімен сопақша тәріздес, яғни қайықша тәріздес етіп жаямыз. Бұл жасап отырған хачапурimiz қайыққа ұқсағандықтан қайықша тәріздес етіп жасаймыз. Яғни екі жағын бірінші осылай қысып аламыз. Сосын противеньге саламыз. Салмасын видеода көрсеткенде ең алдымен екі шетіне салып қайырып жабамын. Сосын ортасына саламын. Сыртына әсемдік үшін жұмыртқаның сарысын алып, жағып қойсаңыздар болады. 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіреміз. Шамамен 20-30 минут. Сосын пештен шығарып, жұмыртқаның сарысын салып, 1-30 секундқа қойсаңыздар болғаны. Дәміне қарай піскен соң бетіне сарымай салып қойсаңыздар болады. Ерекше дәмді өте жұмсақ хачапурimiz дайын болды. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Мені жоғалтып алмас үшін каналға жазылып алыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.